Садыков Талғат Амангелдіұлы, Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының тумасы. Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облысы академиялық қазақ драма театрының әртісі. Негізгі мамандығы театр және кино артисті. Бірнеше жоғары оқуларды бітірген. Творчестволық адам, әркез ізденіп жүретін, баршаға аян ғой. Біздің кейіпкеріміз 8 қырлы бір сырлы жан. Қасиетті қара шаңырақ саналатын киелі сахнада қызметте жүргеніне 20 жылға уақыт жақындапты. Театр қабырғасында адасқандар, теке бұрқақ, ұлтқа қызмет, вампир киеу, еңлік кебек, келіндер көтерілісі, Ақнұр, ашына өлік балкон, қарусыз майдан, табалдырығына табын және тағы да басқа спектакльдерге әртүрлі кейіпкерлерге еніп, олардың түрлі тағдырын көрермендердің жүрегіне жеткізе ойнайды. Театр труппасымен бірнеше рет шетелге фестивальдерге барып, қазақ өнерін көрсетіп жүр. Түркияның Трабзон, Анталия, Конья қаласында, Египеттің Каир қаласында Қызыл теңіз жағалауы, Әзербайжанның Таулы Карабах пен Баку қаласында Татарстанға іс сапарлап қайтады. Жігіттер, түсінбедім. Әкемді көрдім. Әкемді көрдім. Сарыарқа телеарнасының туындысы «Бетпе-бет» фильмі. Бердібек Сақпақбаевтың «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат» повестерінің сахнаға икемдеп, спектакль етіп жасап шыққан. Сонымен қатар кейіпкеріміз өскелең ұрпаққа тәрбиесіне өз үлесін қосып жүр. Сөз соңында айтатынымыз, Қарағанды қаласының өшпес жарық жұлдызы болуына лайық азамат.